Сәлем баршаңызға, сіздерге үй жағдайында оп-оңай жасалатын торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Толық нұсқасы видеоның астында. Ұн мен сармайды осылай видеодағыдай тарам-тарам қылып, одан кейін жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, разрыхителімізді салып, қаймағымызды салып, бәрін бірге араластырып, тесті қылдырамыз. Осындай тесті болып шығу керек. Одан кейін домалақтап, әрбір бөлігін салафанымызға салып, мұздатқышта 1-2 сағат қоя тұрамыз. Жаңағы жұмыртқамыздың ақ бөлігі қалды, соны миксерлеп, үстіне қантымызды салып, ағарғанша, қоюланғанша миксерлейміз. 1 сағат тестіміз мұздатқышта қатты. Осылай үккіштен өткізіп, жаңағы салмамызды мешокқа салып, осылай видеодағыдай істеп шығамыз. Осындай қылып 3 данасын істедім мен. Одан кейін блендерде жаңғағымызды езіп алып, үстіне сеуіп шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып, 140 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Одан кейін кремімізді дайындалып аламыз. Сармайымызға сгущенкамызды салып, миксерлеп аламыз. Тортымыздың әр бөлігін пісіріп болғаннан кейін жаңағы кремімізді осылай жағып шығамыз. Одан кейін екінші слойын қойып, тағы да кремімізді жағып, үшінші слойын қойып, үстіне тағы да кремімізді құйып, өздеріңіз әсемдеуге болады. Мен кокос ұнтағын салдым. Сонымен дайын болды біздің тортымыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.